Қайырлы күн менің құрметті көрермендерім. Бүгін мен сіздермен осындай құрамында еті бар, өте дәмді әрі тойымды, жасалу жолы өте оңай, осындай салаттың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бізге қажетті көкөністерді жақсылап ең алдымен жуып дайындап аламыз. Және осындай қиярдың керек емес жерлерін алып тастаймыз. Егер сіздердің қиярларыңыз менікі секілді ұзын болса, бір қиярды осылай ортасынан ең алдымен үшке бөліп аласыздар. Және дәл видеодағыдай сопақша етіп турайтын боламыз. Бұл салатқа көріп тұрғаныңыздай өте көп нәрсе керек емес, бірақ дәмі деген өте дәмді болып шығады. Мінеке, қиярымызды турап болған соң үлкен ыдысымызға салып аламыз. Және дәл осы ыдыстың үстіне бірден жасай берсеңіздер болады. Сәбізді үкіштің осындай ірі көзінен өткіземіз. Бір сәбізді үкіштен өткізсеңіз сол жеткілікті. Егер сіздер ұсақ көзді үкіштен өткізетін болсаңыздар, бұлай мұжудың қажеті жоқ. Менікі секілді үкіштеріңіз ірі болса, сәл ғана осылай дұрыс сеуіп жіберіп, қолыңызбен қатты сәбізді өте қатты болып тұрмас үшін мыжып жібересіздер. Келесі кезекте біз қызанақтарды тураймыз. Ең алдымен осындай қатты керек емес жерлерін алып тастаймыз. Және де қызанақты дәл ортасынан екіге, содан соң төртке бөлеміз да, видеодағыдай осылай үш бұрыш формасы бойынша тураймыз. Мінекей, қызанағымызды да жаңағы ыдысымызға саламыз. Содан соң бізге осындай піскен ет қажет болады. Менде бұл жерде жылқының еті. Кез келген етті пайдалансаңыздар болады. Етті де өзіңізге ұнаған формада тураймыз. Мен сәл сопақшалау етіп турадым. Және кез келген көк шөптен қосамыз. Менде қатырылған осындай укроп бар. Содан қостым. Ал сіз қалауыңызша көк пияз немесе петрушка қоссаңыздар болады. Ол біздің салатымызға өте әдемі түр береді және дәмді болып шығады. Келесі кезекте біздің осындай үш кішкене тісше сарымсағымызды үкіштің кішкене көзінен өткізіп саламыз. Кейіннен дәміне қарай тұз саламыз. Ащы бұрыш салсаңыздар да болады. Паприка саламыз. Сондай-ақ арнайы сәбіз салатына арналған осындай приправа бар. Содан саламыз. Кейіннен 1-2 ас қасық дәміне қарай соя тұздығын саламыз. Және үстіне қызып тұрған майымызды құйып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Мінекей, осымен біздің өте оңай жасалатын әрі ерекше дәмді салатымыз дайын. Достар, тағы да менен қандай рецепттер күтесіздер, соны комментарияға жазып өтсеңіздер, мен міндетті түрде ескеретін боламын. Назарларыңызға көп рахмет, сіздермен бірге болған Мөлдір.